23-ші есеп. Қағаздан жасалған шеңбердің радиусы 8 см. Оның ішінен 3 см-ге тең кіші шеңберді қиып тастады. Пайда болған жаңа фигураның ауданын табыңыз. Пи санын 10-ық үлеске дейін дөңгелектеңіз. Қараңыз, мына жақта бізде қағаздан жасалған шеңбер. Оны салайық. Шеңберіміз осындай, және оның радиусы тең 8 см-ге. Мына жақта радиусы тең үлкен шеңбердің радиусы тең 8 см-ге. Ішінен 3 см-ге тең радиусы кіші шеңберді қиып тастады. Сонда кіші шеңбердің радиусы тең 3 см-ге. Осы кіші шеңберді де көрсетейін, қалай салынғаны. Ішінен былай кішкентай шеңбер қиып алынды. Енді пайда болған фигура ол осы. Іші бос, бірақ қан жерлерінде осы қағаздан жасалған осындай фигура. Енді осы фигураның ауданын табу керек. Біз білеміз, кішкентай шеңбердің радиусы 3 см, үлкен шеңбердің радиусы 8 см, және міне пайда болған боялған фигураның ауданын табу керекпіз. Алдымен дөңгелектің ауданын қалай табуды еске түсірейік. Формуламыз тең пи көбейтілген радиустың 2 дәрежесіне. Осындай бізде формула. Осы формуланың ішінде радиус мына жақта берілгені, ол ортасынан бір шетіне дейін арақашықтығы кішкентай шеңбердің ба, үлкен шеңбердің ба. Ал пи саны ол бізде тұрақты сан. Көбінесе мына жақта пи саны 3,14 деп алынады. Бірақ есепте сізге айтылса қалай алу керек екендігін мына жақта қарап солай аласыздар. Пи санын 10-ық үлеске дейін дөңгелектеңіз. Қараңдар, пи көбінесе 3,14 деп алынады. Бірақ алдымен мына жақта осы есепті шығару үшін пиді 10-ық үлеске дейін дөңгелектеу қажетпіз. 10-ық үлесіміз ол үтірден кейін бір сан. Сонда қараңыз, 3,1 мына жақта немесе 3,2 болатынын біз көру керекпіз. Ол байланысты келесі цифрге мына жақта. Осы жерде 4 болса, 4 саны 0 мен 4-тің аралығында. Егер мына жақта 1-ден кейін келесі сан 0 мен 4-тің арасында болса, оны жуықтап алғанда біз 3,1 деп оны алу керекпіз. Егер осында 5-тен 9-ға дейін цифрлар тұрса, біз оны 3,2 деп алар едік. Өйткені ол 3,2-ге жақынырақ. Енді мына жақта біз білеміз қалай алатынын, 3,1 деп аламыз пи саны. Енді осы боялған фигурадан табу үшін боялғаннан біз үлкен дөңгелектің ауданынан кіші дөңгелектің ауданын азайтамыз. Сонда формуламыз бойынша пи көбейтілген мына жақта радиустың 2 дәрежесі ол 8-ден 8-ге көбейтіндісі ол 64. Азайту, пи көбейту, радиустың 2 дәрежесі мына жақта кіші дөңгелектің ол 3-тен 3-ге көбейтіндісі 9. Енді азайтқанда қараңыз, мына жақта ортақ көбейткіш пи бар. Сол ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Пи көбейту дейміз, және жақшаның ішінде 64 азайту 9 болады. Жалғастырамыз шығару жолымызды. Пи көбейту жақшаның ішінде 55 шықты. Енді осындай жауап бізде пи көбейту 55. Енді пи санын біз білеміз, оның орнына 3,1-ді қоямыз. 3,1 көбейту 5,5, 5,5 емес 55 тең болады. 55-ті 3,1-ге көбейтеміз. Алдымен 55-ті 3-ке көбейтсек болады. Ол бізде 165. 55-ті 0,1-ге көбейткенде ол шығады 5,5, және оларды бір-біріне енді жинағанда сол сандарды шығады 170,5 сантиметр квадрат. Ол біздің
боялған фигураның ауданы. Қараңыз, жауаптардың ішінен D жауабы дұрыс, 170,5 см квадрат. Ол осы боялған фигураның ауданы, ал есеп бойынша ол үлкен қағаздан жасалған шеңберден ішінен кішкентай шеңберді қиып алынғаннан кейін пайда болған фигураның ауданы 170,5 см квадрат.